және компьютерлік жад бөлімін бастаймыз. Балалар, ақпарат ұғымымен 5-ші сыныпта таныстыңдар. Біз білімді алуан түрлі ақпарат көздерінен, кітаптан, теледидардан, интернет желісінен және тағы басқа жерлерден аламыз. Ол алған білім ақпарат болып табылады. Ақпаратты сақтау және тасымалдау үшін оны тіркеп есепке алуымыз керек. Кез келген шаманы мәтін түрінде анықтау үшін ол шаманың өлшем бірлігін анықтап алу керек. Мысалы, массаны біз граммен, килограммен, тоннамен өлшесек, ұзындықты миллиметр, сантиметр, метр, километрмен өлшейміз. Сондықтан бізге ақпаратты өлшеу қажеттілігі туындады. Яғни балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты ол ақпараттың өлшем бірліктерімен танысу және атап өту. Информатика ғылымы ақпараттық процестерді зерттейтін ғылым, ал компьютер ақпараттық процестерді жүзеге асыратын құрал. Компьютер ол электрондық құрылғы. Ол тек электр сигналдарын ғана қабылдайды. Сондықтан компьютердегі ақпаратты электр сигналдары түрінде ғана елестетуге болады. Ақпаратты компьютерге жазу үшін компьютердегі әрбір белгі сигнал тіліне аударылуы керек. Сигналдың жоқ болуын 0 арқылы, ал бар болуын 1-дің көмегімен белгілеу қабылданған. Мұнда 0 мен 1 бит деп аталады. Бит 0 немесе 1 сияқты екі мәннің бірін ғана қабылдай алады. Бит ақпаратты өлшеудің ең кішкене бірлігі болып табылады. Балалар, есте сақтаңдар. Бит бұл ақпаратты өлшеудің ең кіші өлшем бірлігі. Ақпаратты өлшеудің келесі бірлігі байт деп аталады. 1 байтта 8 бит бар. Әдетте 1 байттың көмегімен әр түрлі 256 символды кодтауға болады. Символ ол кез келген белгі, әріп, цифр, тыныс белгісі, немесе бос орын. Мысалы, ақпарат сөзін байтпен есептеп көрейік. 1 әріп ол тең 1 байтқа. Ақпарат сөзінде барлығы 7 символ бар, 7 әріптен тұрады. Ол яғни 7 байтқа тең. 7 байтты 8-ге көбейтсек 56 бит болады. Сонымен балалар, ақпарат сөзінің ақпараттық көлемі ол 7 байт немесе 56 бит. Енді балалар, тапсырма орындап көрейік. Өз есіміңді жаз. Оның ақпараттық көлемін тауып 1 бит өлшеміне айналдырыңдар. Мысалы, Арман есімі. Арман есімі 5 символдан. 1 символ 1 байтқа тең болса, онда 5 байттан тұрады деген сөз. 5-ті 8-ге көбейтсек 40 бит. Яғни балалар, Арман есімінің өлшемі 40 бит. Сонымен біз ақпараттың өлшем бірлігі байт екенін білдік. Өмірде үлкен көлемді ақпаратпен жұмыс істеуге тура келеді. Сондықтан ақпаратты өлшеудің ірі бірліктері де кездеседі. Ақпараттың санын келесі өлшем бірліктер жүйесі арқылы анықтайды. 1 килобайтта 1024 байт бар. 1 мегабайтта 1024 килобайт. 1 гигабайтта 1024 мегабайт, 1 терабайтта 1024 гигабайт, 1 петабайтта 1024 терабайт, 1 эксабайтта 1024 петабайт болса, 1 зеттабайтта 1024 эксабайт бар, 1 йоттабайтта 1024 зеттабайт бар. Сонымен балалар, ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі бит, одан кейін байт екенін білсеңіздер, енді ақпараттың ең үлкен өлшем бірлігі ол йоттабайт екенін анықтадыңдар. Енді сендер ақпаратты өлшей аласыңдар. Заманауи технологиялар көп көлемді ақпаратты тасымалдауға мүмкіндік береді. Мысалы, интернет желісі арқылы. Ақпаратты жеткізу жылдамдығы дегеніміз бір уақыт бірлігінде жөнелтілетін ақпарат саны. Мұндай жылдамдық бит секундына, байт секундына және тағы солай өлшенеді. Енді балалар, тапсырма орындап көрейік. Мына сөйлемдегі ақпараттар санын өлшеп анықтаңдар. Сәбит Мұқанов, қазақ әдебиетінің классигі, ақын, қоғам қайраткері, академик, Қазақстан жазушылар одағының төрағасы. Мұндағы сөйлемнің әрбір символы 1 байт болып есептеледі. Мәтін 116 символдан тұрады. Оның ішінде тыныс белгілері мен бос орындар да бар. Сонымен бұл сөйлемді өңдеу үшін 116 байт қажет. Балалар, келесі тапсырмаға көшейік.
Кітап 100 беттен тұрады. Бір бетінде 35 жол бар. Ал беттің әрбір жолында 50 символ бар. Кітаптағы ақпарат өлшемін есептейміз. Кітаптың бір бетінде 35 жол болып, әрбір жолында 50 символдан болғандықтан, біз 35-ті 50-ге көбейтеміз. Ол 1750 байтқа тең болады. Бұл кітаптың бір бетінің ақпараттық көлемі. Енді біз кітаптағы бүкіл ақпараттық көлемді анықтау үшін 1750-ді 100-ге көбейтеміз. Сонда 100 беттің ақпараттық көлемі 175 000 байт болады. Біз кітаптағы барлық ақпарат өлшемді килобайт пен мегабайтқа айналдырсақ, онда 175 000 байтты 1024-ке бөлсек, 170 килобайт болады. Ол 0,117 мегабайтқа тең. Жауабы, кітаптың ақпараттық өлшемі 170 килобайт, не болмаса 0,117 мегабайтқа тең. Келесі тапсырмаға көшейік. Берілген ақпараттың өлшем бірліктерін өсу реті бойынша орналастырыңдар. Килобайт, терабайт, мегабайт, петабайт, эксабайт, гигабайт, йоттабайт, зеттабайт. Бұл жерде ақпараттың өлшем бірліктері араласқан күйде беріліп тұр. Осыны біз өсу ретімен орналастырып көрейік. Әрине, бірінші ол килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт, петабайт, эксабайт, зеттабайт, йоттабайт. Ең үлкен өлшем бірлік йоттабайт. Балалар, бүгінгі сабағымыздың қорытынды тапсырмалары. Бірінші тапсырма. Кездесу қыркүйек айына тағайындалды. Деген хабарламада қанша көлемдегі ақпарат бар екенін анықтаңдар. Екінші тапсырма. Алақай, жазғы демалыс аяқталды. Хабарламасының ақпараттық көлемін өлшеңдер. Бұл көлемді битпен және байтпен көрсетіңдер. Үшінші тапсырма. Информатика оқулығының бір бетінің және бүтіндей оқулықтың жуық ақпараттық көлемін өлшеңдер. Балалар, осымен бүгін сабағымыз аяқталды. Назарларыңа рахмет.